Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Алтынай. Бүгін сіздерге ерекше сорпаның рецептімен бөліскім келіп отыр. Өте дәмді болады, осы рецептпен жасап көріңіздер. Керек заттар: ет, пияз, сәбіз, картоп, болгар бұрышы. Алдымен таза суымызға жуылған таза етімізді салып, қайнатамыз. Қатты газда қайнатып алып, одан кейін көбігін алып тастаймыз. Содан кейін астын баяулатсаңыздар болады. Одан кейін пиязымызды, сәбізімізді үлкендеу етіп турайсыздар. Кейде сәбізді 2-ге, 3-ге бөліп те салуға болады. Содан соң қайнап жатқан сорпамызға салып, бір 10-15 минуттай қайнатып аламыз. Содан кейін болгар бұрышымызды саламыз. Томатымызды саламыз. Немесе қызанақ турап салсаңыздар өте керемет болады. Және дәміне қарай қара бұрышымызды, тұзымызды саламыз. Етіңіз қатты тұздалған болса, дәмін көріп барып салыңыз тұзыңызды. Одан кейін картопымызды үлкендеу етіп турап, оны да саламыз. Жалпы сорпамыз бір жарым сағатта пісіп шығады. Мінекей достар, сорпамыз дайын, иісі де керемет, дәмі де керемет. Ыстықта ішіп алсаңыздар, суық күнде күшті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бетіне кез келген өзіңіздің қалауыңыз бойынша көк пияз, укроп, немесе басқа да қоссаңыздар болады. Дәміне қарай. Достар, видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, лайк қойып, комментарий жаза кетіңіз. Каналыма тіркеліп қойыңыз. Сіздермен Алтынай Құрманқожа.